Ханафи мазхабы бойынша баланы емізу жайында екі көзқарас бар. Бірінші көзқарас имам Абу Ханифа рахимахулло 30 ай деген, яғни 2,5 жыл. Екінші көзқарас имам Абу Ханифа рахимахуллохтың шәкірттері, яғни имам Абу Юсуф, имам Мухаммед рахимахумалло пікірлерінің бойынша 2 жыл деп айтқан. Әрқайсының олардың өздерінің дәлелдері бар. Алла субханала тағала Құран кәрімде айтады: "Астаизу билла ал-валидату юрди'на ауладахунна хаулайни камилайни." Аналар балдарын толық 2 жыл емізеді дейді. Басқа да хадистерде, имам Термизи жеткізген хадистерде "Ла рида'a илля ма кана хаулайни." 2 жылдан кейін емізу жоқ деген. Мына осыған орай баланы 2,5 жастан кейін емізуге болмайды, харам болады. Өйткені ғалымдар айтады, Құран кәрімде Алла Тағала айтады: "Уалақада каррамна бани адама." Біз адам баласын құрметті қылып жараттық дейді. Адам баласы құрметті болғандықтан 2,5 жастан кейін ананың сүті, ол ананың бір дененің бір бөлшегі болғандықтан оны қолдануға болмайды. Тек қана зәрулік жағдайда, яғни 2 жас, 2,5 жасқа дейін баланы емізуге болады. Өйткені ол жастағы балдарға ананың сүті негізгі азығы болып саналады. Ал 2,5 жастан кейін ол бала ананың сүтіне еш мұқтаж болмайды. Кәдімгі қоректерге, тамақтарға тамақтанып жүре береді. Бұл жерде айтқымыз келгені, адам баласының ағзаны мүлдем қолдануға болмайды. Мысалы, адам баласын Алла сақтасын, қанын, мысалы, етін ішуге, қанын ішуге, етін жеуге шариғатта тыйым салғандай, 2,5 жастан кейін ананың сүтін емізуге болмайды. Ғалымдардың осы көзқарасы, осыны айтуға біз баяндадық. Алла разы болсын.